Бұл фильм 16 жастан асқан көрермендерге арналған. Кейіпкерлер мен оқиғалар ойдан құрастырылған. Кез келген ұқсастықтар кездейсоқтық. Сұлтан, сен ана жақта артын тазалап кеттің бе? Жаңалықтан беріп жатыр ма? Сен тауып әкелген қызна передоздан өлген. Кім? Жансая ма? Қаяқтан білем, Жансая маны. Атын біліп жүрсің бе оның? Сен алып кейін мефедроншыдан айтам ба? Братан, уайымдамаңыз, сіз ол жерде болған жоқсыз. Да? Иә, ол өзі сізбен таныстыршы деп жалынған болатын. Біз ақшасымен мефедрон беріп кеткенбіз. Квартираны ол өзі жалдаған. Папа звондап жатыр. Звондамайтын кезде звондайды да. Алло? Балам, қалайсың? Пап, жақсы. Өздеріңіз? Шүкір, жақсы. Қайдасың? Жұмыста әлгі кафенің отчеттарын жасап жатқан бой. Сен қашан келесің үйге? Иә, қайтам бой. Онда таңертең маған офиске кел, әңгіме бар. Иә. Бірдеңе сұрайын дедіңіз ба, не әңгіме? Алло? Осынікі не әдет, а? Әңгіме бітірмей тақсай салды ма? Жинашы мына палеваның бәрін сосын. Құрметті әріптестер, сіздерге қатты көңілім қалды. Не жетпейді сіздерге? Жұмысшылар арасында сасық әңгіме айтқанша жұмыс істеу керек қой. Жарайды, қалғанын қойшы. Стаждар аз. Дәулет, саған не жоқ? Екеуміз бәленбай жыл бір цехта істемедік пе? Ұрандатып, жастардың алдына шығып алыпсың. Болмайды бұның. Кадр бөлімінің басшысы Болат Сайдынұлы, оқыңыз. Құрметті әріптестер, завод басшылығының директорлар кеңесінің бұйрығы. Құлмұрзаев Дәулет 30 МРП айыппұл салынып, қатаң сөгіс жариялансын. Жаманғараев Дидар, Амангелдиев Наурыз, Көркембаев Абзал. Бұл кісілерге қатаң сөгіс жарияланып, жұмыстан шығарылсын деген шешім қабылданды. Жиналыс аяқталды. Жоқ, қалай ол жұмыстан шығады? Жоқ, бұларға да штраф салыңыздар. Дәулет жұмыстан шығарған емес, уәден қайда жақсы болады деген. Шындығын айтқан үшін енді. Жоқ, жігіттер, бәрін орнына келтірем, уайымдамаңдар. Бәке! Жоқ, қалай уайымдамаңдар? Бәке! Бізге де МРП салынды. Жұмыстан шығарған ес? Кел. Отыр. Тыныштық па, пап?
Тыныштық болмай тұр ғой, Данияр. Сіз не айтатын түсініп отқан сияқтымын. Бірақ мен айтайын, бірден оған менің қатысым жоқ, шын айтамын. Әрине сенің қатысың жоқ. Сенің отчет, налогтарыңды менің Елена Рахымқызы жөндеп беру керек пе? Сен өз налогтарыңды өзің жасай алмасаң, несіне бизнес емейсің? Төлей аламын ғой, папа, өзім жасай аламын. Просто енді жаңағы уақытым болмай қалсын, бір өтініш жасадым. Закуптар жасап жүрген ғой. Вип-кабинкаларға ремонт жасап жатырмын да. Миымды ашытпа менің. Бұдан кейін отчет, налогыңды, тағы да басқа жұмыстарыңды Сәкен не болса Елена Рахымқызы істеп жүретін болса, мен сенен ана клубты тартып аламын да кітапхана аша саламын. Бол түсіндім, пап. Енді о кісілер ешкім мазаламайды. Айтпақшы, шынымен де соларға неге кітапхана, не болмаса жастарға бір пайдалы орын ашпасқа, Пап, ол қалай ол кринж ғой, ол жастарға билейтін, көңіл көтеретін жер керек қой. Ей, сол клубың маған ұнамайды ма? Клуб емес. Оң бар. Не болса да жын ойнақ жүрген жердің берекесі болмайды. Сен жақсылап тұрып ойлан. Еще мен естіп қалдым. Жақын арада біздің қалада наркотиктер сатылып жатыр дейді ғой. Сол сенің клубыңнан шықса ескертемін. Клуб пұлыңмен өртеп жіберемін. Болмаса анау Сәкенде жақсы бір идея бар. Жас суретшілерге сурет салатын орын ашып беруге алып қоямын. Мен саған ескертемін, Данияр. Мен саған айтып жатырмын. Естіп отырмын ғой, папа. Мен сізге жақсы жаңалық айтайын деп келдім ғой. Өзім де жақында ойлап жүргем. Клубтан ішімдіктердің бәрін алып тастасам деп. Бәрекелді. Міне жаңалық. Міне ондай жақсы дүниелерді айтқызбай-ақ істей берсейші. Халыққа жақсылық ойласаң жаман болмайсың, балам. Кел. Өткенде анау Ринат деген журналист туралы айтырмын сізге. Сол бір кәсіпкерлер бойынша сюжет жасап жатыр екен қалада. Жарайды бәрі. Қабылдауыңызға рахмет. Қалайсыз, Ринат мырза? Ассалаумағалейкум. Кеше айтпақшы сюжетіңізді көрдім. Бір өте қайғылы жағдай орын алған екен. Енді обал болды, әсіресе ата-анасына обал болды. Қиын. Енді бұлай өзіңіз нақтырақ не жағдай болғанын айтып бере аласыз ба? Жоқ, біз нақты енді анық қанын білмейміз. Тексеріс кезінде қанынан наркотик тапқан. Түріне қарасаңыз өте жас қыз. Енді тіпті өлім алдында қоштасу хатына ештеңе жазбаған екен. Осы қазіргі жастарды айтамын да. Осы наркотик қандай мен соңғы әуес болып кетті, түсінбеймін. Соны айтсаң. Енді мына қыздың жағдайы не болады ары қарай? Енді бұндай кезде сіз тоқтатады. Басқа амал жоқ. Жауап тастай ма? Түсінікті болды енді бұл жағдайлар. Жарайды онда, Ринат мырза. Көргеніме қуаныштымын. Сізге береке берсін. Жақсы. Ринат мырза. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Кел отыра ғой. Олам, интервьюіңде не айтамыз балам сонда? Енді аға, мынау осы жетістікке қалай жеттіңіз? Алдыңызда қандай қиындықтар болды? Мынау жас кезіңізден бастап қалай бастадыңыз? Соның барлығын сұрағым келген негізі. Енді мынау қазіргі жастарға үлгі болсын деп, мынау сізді насихаттау мақсатында сұхбат алғым келген. Рахмет балам. Қатты мақтап жібердің ғой. Бірақ енді жастарға 1% болса да көмегің тиіп жатса мен оған қуанамын. Бірақ алдын ала болатын күнде уақытын Сәкенге айт, мен дайын боламын. Болды аға, рахмет үлкен. Сәкен шығарып сала. Жақсы. Уәлихан, ағаң танисың ғой? Уағалейкум. танимын ғой. Біз федерацияның басшысы. Уәлихан. Албатыр құтты болсын. Рахмет. Таеквондо федерациясының құрамына енгенің үлкен жетістік. Сәтбаев қаласының атынан ертең үлкен додаға, әлемдік додаға шығасыздар. Сол кезде біздің Қазақстан Республикамыздың туын желбіретеді деп үлкен сенімдемін. Құдай қаласа, өзім де сол бала кезден келе жатқан арманым сол ғой. Армандаған жақсы.
бірақ сол арманға жету үшін үлкен еңбек ету керек, тер төгу керек. Сол үшін Ерекенің айтқанын бұлжытпай орындап жүрсеңіздер, үлкен жетістіктерге жетесіздер. Ереке. Рахмет сізге көп. Дұрыс айтасыз, енді біздің қаладан талай чемпиондар шықты ғой, бірақ әлемдік додада әлі ешкімнің есімі қалған жоқ. Осы баламызға сеніп отырмыз. Жақсы, Ерекем. Ендеше 3 ай біздің залда, кейіннен сосын Астанаға сборға келерсіздер. Келістік пе? Болды. Рахмет сіздерге. Жақсы, рахмет. Жақсы. Мәндер. Амандық болсын. Рахмет. Ереке, 1-2 ауыз сөз жеке сөйлессек. Болды, жүріңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті қазақ елі, мұсылман бауырлар. Жастар біздің болашақ екен бәріміз түсінеміз. Сондай болашақта еліме қызмет етсем деп өмірге талпынып жүрген. Арман мақсаттары теңіздей, бойында ақылдылық пен парасаттылық тұнып тұрған кішкентай ғана сұлу есімді қызымыздың жағдайы бойынша сіздерден көмек сұрауға мәжбүр болып отырмыз. Сұлу 10 жаста. Өмірі әлі алда. Алайда оның бойынан қатерлі ісік табылған. Әрине, мұндай дамыған заманда емін табуға болатын оталардың бары анық. Сондықтан ел болып қорашып жатқан жайымыз бар, құрметті халайық. Садақаларыңызды осы кішкентай қызға арнасаңыздар екен. Қажетті реквизиттер осы видеоның астында жазулы. Біздің парақшамызға тіркеліп, репост жасап, бір тағдырдың жанын аман алып қалуға ат салысып, оған бәріміз куә болайық. Адамдар, сіздерден көмек сұраймыз. Сұлу сұрайды. Сәлеметсіздер ме, құрметті қазақ елі, мұсылман бауырлар. Қарлығашты те, осы бізге көмекті адамдардан сұрап жатырмыз. Мен анамның айтуы бойынша көмек Алладан келеді деп. Адамдардың өзіне көмек керек заманда неге Алладан сұрамаймыз? Шағыным ау, алтыным сол. Сенің өте ақылды екеніңді сол адамдар білсе ғой. Бар ақшасын саған аямай беруші еді. Білесің бе? Алла тағаладан көмек сұрау ол бірінші кезек. Ал адамдар бір-біріне Алла тағала разы болу үшін көмектеседі. Демек, біз адамдар арқылы Алла тағаладан көмек сұрап отырмыз. Қысқаша айтқанда, адамдарға Алла тағаланың бар екенін еске салып, садақа жасап, сауап жинауларын қалап отырмыз. Сонда мен Алланың арнайы жіберген адамым ба? Иә. Мен арқылы басқалар Алланың ризалығын алу үшін жаратылған ғой, иә? Әрине. Онда мен мұнайып жүрген бекер екен ғой. Өйткені Алланың өзі маған назарын көбірек аударған болып тұр ғой. Мен басқалардан қарағанда ерекше жаратылсын ба? Мен бақытты адам екенмін. Өйткені анам айтатын, Алланың назары түскен адам ең бақытты адам деп. Құдай шамсыл. Осы сотқа деп өз өміріңді ұмыттың ғой? Ё-майо! Блин, ұшырып алдың ғой. Неге сөйлейсің сен? Саған алаңдайын деп көрдің ба? Ұшырып алдың. Вообще, бұдан кейін маған лекцияларыңды оқымашы сен? Или берген ақшаны міндет қабатсың ба? Жоқ. Солжик, что-то клубта тишина ғой бұл. Клуб дейді ғой мұнаны. Лаурочка, моя. Гүлдей жайнап жадыра жүр. Рахмет. Плюс 50 мыңнан приятный бонус. Рахмет, Басеке. Жаным сол. Сен болмасаң, жұмыс жүрмейді ғой. Что-то смотрю, әдем болып кетіпсің ғой. Сен қызға байлаш, мен сен что-то қызғана бастадым. Ата, мынау клиенттер бірдеңе тиісіп жатса, бірден маған айт, хорошо? Жоға, Басеке. Сонда да.
Сен құр тұрма, не істеп тұрсың? Дұрыстап, тірлік жасайық. Давай. Уақыт жоқ. Басекең что-то тағы бір косягын жапқан сияқты ғой. Ай сайынғы бонусымыз түспей ме деп ем? Сен жұмысың қанша? Ақшаңды беріп тұрса болды емес пе? Қайта бастықтың ішкен кезі жақсы. Шедрый болып кетеді. Лаура, қарызыңды бере саласың ба? Аяғасы бонус түсті дегендей. Тоқтай тұрыш. Көріп отырсың ғой жаңа ғана қадалып қалғанды. Как раз ақша таппай отқан едім. Дұрыс болды. Қазір осыны салып, бір-екі рет көтеріп алса, бірден қайтарам саған. Лаура, сен қатты кетіп бара жатқан жоқсың ба? Көресің ғой, Бага. Мен дәл осы ойынмен жағдайымды жасап аламын. Мен бұл ойынның системасын түсініп алдым. Оп-оңай. Ләйім солай болсыншы өзі. Конечно, жақсы жағынан. Көз алдымызда Самат жағдайының бәрін дұрыстап жұмыстан шығып кеткен жоқ па? Мен де дәл сол сияқты бәрін реттеп аламын. Астанадан үй алам. Осы ойынның арқасында. Құдай қаласа деп қойшы. Құдайдың түк қатысы жоқ вообще-то. Бұл жай ғана система и все. Так, Бага, жұмысқа қарай тұр. Мен барып терминалға ақшам салып келем. Сонымен Жомарт аға, енді бүкіл қала біледі сіздің қайырымдылықпен айналысатыныңыз жайында. Және де мемлекеттік басшылықта қызмет жасағаныңызды, еліміздің жеріміздің көркеюіне үлкен үлес қостыңыз. Оның барлығында енді бұрынғы әріптестеріңізбен алған атақтарыңыз мәлімдеп тұрады. Енді мынау жеке отбасыңызға келетін болсақ, дәл қазір үлкен кәсіпкер ретінде өзіңіздің отбасыңызға үлгі бола алдыңыз ба? Ринатжан, саған айтар кеңесім сұрақты төтесінен қойып үйрен. Сонда жігерлі болып көрінесің. Алатын жауабың да анық болады. Айландырып келіп, менің жалғыз ұлым туралы сұрағың келіп тұр ғой. Бірден сұрақ қысылма. Иә, байлардың балалары елдің назарын өзіне аударып, қызығушылығын тудырып жүреді. Тіпті кейбір байлардың балаларының еркелігі шектен шыққаны соншалық, әке-шешесінің абыройын төгіп, жиған тергенін бір-ақ күнде құрдымға жіберіп жатады. Ондай күн менің де басыма тууы мүмкін. Алайда жоқшылықты көрмей тоқшылық көріп өскен балалардың бәрі ақымақ емес. Ал менің Даниярыма келетін болсақ, оның атағы да шатағы да бар. Бірақ мазаққа қалып жүрген жоқ. Ендеше аға, сол ақылды ұлыңызды неге мына қоғамға пайдасын тигізетін адамдардың қатарына қоспайсыз? Мысалы, қазір қасыңызда шәкіртіңіз болып Сәкен жүр. Неге ұлыңыз емес? Мен таққа туысымды дайын орынға жетеліктеп жүрген адам емеспін. Ал Сәкен өзінің білімділігін жоғары деңгейде көрсетіп, лайықты орнына келіп отырды. Алдағы уақытта менен де асып кететінен менің күмәнім жоқ. Демек, Даниярға әлі талай нәрсені көріп, біліп үйрену керек. Жақсы. Осымен сұхбатымыз аяқталды аға. Макс, өшіре бер. Аға, енді мынау сұхбаттан тыс айтарым бар еді. Мен ойлағандай емес, сіз бір өте керемет азамат екенсіз. Уақыт бөлгеніңізге рахмет. Мен сізді мына жерде енді қаралау үшін емес, тану үшін осы сұхбатты алуға келген едім. Рахмет, Ринатжан. Біз сені көріп біліп жүрміз, алысқа шабатын жігітсің. Алдағы уақытта ауқымды жобаларың болып отырса, қоғамға пайдасы бар. Онда менен қолдап алатыныңды біліп жүр. Жақсы, рахмет аға. Аман болыңыз. Сау бол аға, жолың болсын. Рахмет. Міне, братан, берілген тауардың ақшасы осы. Бүгінгі күнде календарьға қызыл күн деп енгізу керек. Братишка, ты ожидал мое оправдание. Красавчик. Білесің бе, бұл істе жұмыс істеу үшін 3 вариантым бар. Бірінші вариант. Түрмеде шіріп өлгің келсе, не істеп жүрсің, кіммен істеп жүрсің, бәріне жария қыл. Екінші вариант. Бауыз алып өліп қалғың келсе, менімен жұмыс істеп жатқанымды бәріне айт. Үшінші вариант. Технично шалқып өмір сүргің келсе, көтіңді қысып жүру керек. Нені таңдайсың? Үшінші вариант таңдаймын. Қандай? Көтті қысып жүру керек.
Нағыз жігітсің міне. Ер азаматсың. Не істеу керек екенін білесің. Өзіңнің жұмысқа дайын екенін дәлелдедің. Красавчик. Тағы да 20 грамм. Жақсы братан онда, кеттім мен. Дәулет, міне келесі забастовщиктердің расходымен өзің сомаңды алып боласың. Бұл жолы өте ауқымды болуы тиіс. Забастовщиктер өте көп болу керек. Бүкіл телеарна шулайтындай болсын. Қаланы шулату мақсат. Бірақ сен жұмыстан кетесің, уайымдама. Бір жылдан соң өзім қайтадан қабылдап алам өзім. Бәке, приложение, конечно, заманчиво. Біріншіден, бұл деген риск. Екіншіден, ертең күні сіз мені жұмысқа аласыз ба қайтып? Кім гарантия ол? Сол үшін енді мына сомаңыз конкретно аздау деп айтпай-ақ қойайын. Аз ғой бұл. Қоссаңызшы бірге бір. Дәулет, сен не? Семірейін дедің бе? Есіңде болсын, осы уақытқа дейін істеген істеріңді жариялайтын болсам, темір тордың ар жағына бірақ кететін боласың. Вот именно темір тор. Сол темір тордың ар жағына баруға желание жоқ, бәке. Бірге барамыз бәріміз. Былық бір жақтан шықпайды ғой, бәке. Либо жұмысты дәп осы жерден тоқтатайық, либо нормальный сома қойыңыз, бітірейік. Жақсы, Дәулет. Дос емес екеніміз осы жерден білінді. Чисто бизнес деп қабылдайық бұны. Дайын бол. Қалған соманы шаруа біткен соң береміз. Или отказ бере сал. Әрине бизнес. Бәке, замена бар. Қалған соманы дайындап қойыңыз, бітіреміз. Төнші, неге хмуры болып отырсың? Сөйлесейші маған? Давайте караокеге барамыз. Может, клубқа барып айтамыз? Блин, Данчо. Дончо. Может, шариктен алып аламыз, ә? Мика, Ау. бүгін өтте қатты шаршап тұр. Ертең барайықшы. В смысле, сен Қазір мен шамам болмай тұр. Я реально говорю, мен қазір вообще миым жұмыс істеп тұрған жоқ. В смысле, сен до утра деп едің ғой? Айттым. Бірақ реально бүгін мазам жоқ. Обязательно ертең барамыз. Хорошо? Точно? Да. Ну, көрейік. Сучка, шапсыш. Давай. Лауранды шақырып қойшы. Сосын өзің кірмей қой, есікті жауып қой. Даке, сізде бәрі жақсы ма? Бір нәрсе керек па? Лаурочка, олай ол жерде тұрмашы. Келші, жаным отыршы. Саған бір серьезный әңгіме бар. Иә, тыңдап тұрмын. Қалай вообще өзіңді не жаңалық, бәрі дұрыс па? Иә, бәрі жақсы. Тыныш па аға? Былай, сенің жігітің бар ма? Жоқ. Түсінбедім, аға. Аға демеш, неге постоянно маған аға дейсің? Қайдағы аға? Мен саған айтамын ғой, айтпа олай. Маған просто Данярды. Даже нет, еркелетіп, құлаққа жағымды қылып. Донча деп айтшы. Донча.
түсінбедім. Оның түсінбейтін несі бар, Лаурочка. Қалай? Сен өзі білесің, адам өзі туылған кезде екі жағында екі періште болады. Оң жағындағы періште қашанда жақсы жол сілтеп тұрады. Жақсылыққа бар деп. Сол жақтағы енді өзің түсініп тұрсың, жамандыққа бар деп жол сілтеп тұрады да. Енді соның әңгімені былай естуің бар шығар? Иә, естігем. Естісең, вот. Жаңа менің оң жағымда бір періште сен есікті ашқан кезде фук ете қалды. Сол жағымдағы қалып қойды. Сол былай өзі не етіп жатқан өзіңді түсініп тұрған шығарсың. Донча деп еркелет дедіңіз ба, жаңа не дедіңіз? Біріншіден, сіздің сол иығыңыздағы періштелеріңіз бұл жолы қатты қателесті. Ал екіншіден, адамның екі иығындағы періштелер оған жол сілтемейді. Оның жақсы не жаман амалдарын жазып отырады. Бұл әңгімені бүгін болмады деп есептейік, Данияр аға. Мен жұмысқа барайын. Донча деген по-любому сексуально след, да? Я тебе по-любому отымею.